енді пациент үшін өте бір бақытты кезеңге тақаймыз. Бұл кез пациент үшін де, репродуктолог үшін де бұл сондай бір жауапты кезең, сондай бір әсермен, қуанышпен күтетін кезең. Себебі бұл біздің бөлмеміз, жаңа эмбрионды жатырға қондыратын бөлмеміз деп айтсақ болады. Мына мен отырған жерде эмбриолог отырады, жаңағы эмбриончиктарымыз мына жерде тұрады, пациентіміз жатады ана жерде. И содан кейін ана ультрадыбыстық аппарат арқылы бақылап отырып, жаңағы біреу не болмаса екі эмбрионын пациентке салып береміз. Бұл өте жақсы кезең, өйткені үміт қой, бәрінде үмітпен осы бір бала болса екен деп, қандай неше жыл тосқан қуаныштары, осы эко бағдарламасына жете алмай, бәленбай жыл ақша жинап келген пациенттер болады. Бұл біз үшін күнделікті жұмыс болғанмен, бұл пациент үшін өте бір сондай бақытты сәт, қорқыныш пен қуаныш қатар жүретін сәтті. Сондықтан да осы бөлмеде жаңағы эмбрионын салып береміз. Эмбрион салып бергеннен кейін бұл 1-2 минуттық қана, 3 минут әрі кетсе жұмыс. Салып болғаннан кейін пациентті тұрғызып, жаңағы әрі қарай не істеу керек екенін тағайындауларын айтып береміз. Яғни қандай дәрі ішіп жүрсе, одан қарай ол дәріні жалғастыру керек па, жалғастырмау керек па, қай күнге дейін ол дәріні ішу керек, қай күні тест жасау керек, қай күні ХГЧ тапсыру керек. Осының барлығын пациентке түсіндіріп береміз да, 2 аптаға 10-12 күнге пациентпен қоштасамыз, үйіне жібереміз. Кейбіреулер осы Алматыда қалады, кейбіреулер өз үйіне қайтады. Содан кейін сол пациентпен бірге өзіңде тосып жүресің, қандай нәтиже береді екен деп. Міне сол ақырғы біздің жұмысымыздың нүкте қоятын жері осы біздің бөлмеміз, жатырға эмбрионды енгізу бөлмесі. Бұл бөлмеде жаңағы пациентке ұрығын, өзінің эмбрионын қондырғаннан кейін пациентті тұрғызып, әрі қарай дәрілерін ішу керек па, не істеу керек, әрі қарай қандай жағдайда болу керек, не ішу керек, не жеу керек, соның бәрін түсіндіріп, айтып, пациентпен 2 ай, 3 ай жұмыс істескен пациенттер болады. Осы жерде қоштасамыз. Қоштасқанда әрі кетсе 10, 12, 14 күнге қоштасамыз. Одан кейін пациентпен бірге оның нәтижесінде өзің тосып жүресің, не болады екен, көтерер ме екен, көтермес пе екен деп. Бұл да біз үшін өте бір жауапты, өте бір көтерсе бақытты кезең, жауапты кезең деп айтсақ болады.